Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әсемай. Бүгінгі бізде тақырып жеке шекара туралы болмақ. Бір жыл алдын мен жеке шекараның, яғни бірінші бөлімін салған болатынмын. Ол кезде әлі жас едім. Қазір бір жылдан кейін көп тәжірибе жинадым осының арқасында. Шыны керек, мен бірінші бөлімде осындай комментарияларды оқып шықтым. Мен барлық комментарийға дұрыс деп жауап бере алмаймын. Дегенмен де әр адам өзінің қандай нәрсені дұрыс жасауын біледі деп ойлаймын. Немесе кейбір адамдар күдіктенетін болса, осы видеоның барлығын соңына дейін көріңіздер. Егер де біз жеке шекараны өзіміз сақтай алмасақ, ол артынша не болады? Яғни артынша негізі субординация бұзылуы мүмкін. Қазір сол субординация барлығын жеке шекара туралы түсіндіріп өтетін боламын. Жеке шекараның бұзылмауы үшін біз не істеуіміз керек? Естеріңізде болсын, сіз қандай жұмыс ортада істесеңіз де, қандай проектте жұмыс істесеңіз де, көзге алынатын мәселе ол яғни әріптестер, яғни сол жақта жұмыс істейтін кісілер. Үнемі сақ болыңыз. Өзіңіз туралы информацияны айта бермеңіз. Үйіңізде қанша адамсыз, қай жақтан шықтыңыз, оқыдыңыз деген сияқты. Өзіңіз туралы артық информацияны don't disclose, окей? Таратпаңыз. Немесе адамдармен жақын болып қатарласудың қажеті жоқ. Өйткені сол сіз өзіңіздің аузыңыздан айтқан ақпарат бір күні сіздің өзіңізге қарсы шығуы мүмкін. Ол өте көп пайдаланылады, достар. Олармен достасудың қажеті жоқ. Өйткені неге? Сіз мысалы жеке шекараңыздан оңай аттай салады. Менің мына нәрсемді істей салшы, мынаны бүйте салшы, мынаны сөйте салшы деген сияқты содан басталады. Біз күшті араласамыз ғой деген сияқты. Достар, шыны керек, сіздің біреуге жақсылық жасағаныңыз ешкімге керек емес. Ой, мен бұны жасай салсам қиын емес қой деген нәрсе де болмайды. Әркім өзінің жұмысымен айналысу керек. Және сіз әріптесіңізге көмектескен жұмысыңыз үшін бағаланбайсыз. Ол үшін артық, яғни ақша сізге төлемейді. Сол үшін өзіңіздің миыңыздың менталды денсаулығыңыздың жағдайын ойласаңыз, онда адамдармен, яғни қызметкерлермен дос болудың қажет жоқ. Бір. Екінші нәрсе жеке шекара туралы, ол яғни жұмыс орныңыздағы қызметкер, яғни сіздің коллегаңыз келіп бастықтар туралы немесе басқа да бір қызметкер туралы жаман пікір айтатын болса, сіз ешқашан біреуді олай осуждать етпеңіз және де артынан сөз сөйлемеңіз. Керісінше сіз айтыңыз, бұл информация туралы білмекке маған қызық емес. Немесе менде бір жағдай болды, мен бір жақта жұмыс істедім, сол кезде бір кісі, бір емес, бірнеше коллега жабылып тұрып, бір кісіні ұнатпайтын. Әрине, ол кісінің істеп жатқаны мүлде дұрыс емес, бірақ мен оны осуждать ететіндей менің уақытым да жоқ, мен қаламаймын мысалы. Сол кезде маған келіп айтады, ана аз істейді, біз көп істейміз, бізді ешкім елемейді, осындай. Мен айтам, неге сендер сол сияқты болмайсыңдар? Неге артық жұмыс істейсіңдер? Неге өз-өздеріңді сыйламайсыңдар? Өз-өздеріңнің денсаулықтарыңды ойламайсыңдар деген сияқты. Сол кезде олар таң қалды. Демек, мен олай өсектемеймін. Егер де мен ары қарай әңгіме айтатын болсам, ол үлкен дау болады. Сол себепті достар, ешкіммен жұмыста араласпаймыз. Біздегі жұмыс істейтін кісілер, коллегалар, ол просто біз күнделікті көретін адамдар. Олар мен отырып шай ішіп, сөйлесіп, ата-анаңыз туралы айтып, олай керек емес. Артық информация жарайды ма? Бір. Бұл бізде ең бірінші правило, ешкіммен достаспау. Жалпы өмірде де кез келген жерде жүрсеңіз де артық әңгімеге айтпауға тырысыңыздар. Сіздердің сөйлемей, үндемегендеріңіз көп жеңістерге әкелуі мүмкін. Келесі нәрсе ол, жаңағы айттым, если дос болып кеткен жағдайда не болады? Мысалы, сізге артық жұмыс береді. Сіз артық жұмыс берген кезде жарайды деп басыңызды изеп, бұдан басқа жұмыс жоқ қой, бұл жұмысым менің кредитім төлейді, бұл жұмысым менің осындайымды төлейді деп, бір бүкіл нәрсеге иә деп айта бермеңіз. Жұмыс істеп жатқан бір проектімде болды. Яғни, негізі осындайды істесе болады ғой, біз командамыз ғой деген сияқты. Команда, семья деген, семья, команда деген ол сіздің ғана отбасыңызда, яғни сіздің әке-шешеңіз, бауырларыңыз болды. Бұл өмірдегі ең жақын адамдар сіздің бауырларыңыз, отбасыңыз болды, басқа ешкім емес. Сырттағы адамдар, қандай да бір нетворкинг болған жер, қандай да адамдардың талпасы, достар, естеріңізде болсын, ешкім сізге дос көңілмен қарамайды бұл өмірде. Осы ащы шындық. Экстра work үшін сіз айтыңыз, мен өзімнің міндеттемелерімді дұрыс орындап жатырмын уақытында. Бұндай экстра work алу үшін маған төлеңдер деген сияқты. Мысалы, менде бір проект
проект болды тоже. Шыны керек, мен өте қатты ұнатпадым бұл іс әрекетті. Мысалы, бір адам үлгермейді бір мәселені шешіп жасап тастауға, өзінікі, оның міндеттемесіне кіретін жұмыс, бірақ оны маған қандай да бір түрмен айтады, мен үлгермей жатырмын, маған көмектессе болады ғой, біз командамыз ғой деген сияқты. Кейін мен айттым, excuse me, it's your responsibility, not mine, okay? Деген сияқты. Сол үшін де достар, артық жұмысқа демейміз. Мынандай қызық болды. Сол кезде маған айтты, Әсемай, сен неге олай не істейсің, сен үнемі қарсы болып шығасың? Мен айтам, мен сіздермен басында келіскен кезде мен осы нәрселерді атқарам дедім. Осы заттарды мен сіздерге уақытылмен тапсырып жатырмын. Ал если оны ары қарай алып кете алмасаңыздар, это ваши проблемы, а не мои, окей? Вот, сол сияқты. Достар, бұл жақта менің бұл видеода айтқым келгені өзінше болып, былай болып тұрыңдар деп емес, достар. Просто өздеріңнің жеке шекараларын біліңдер. Өйткені жұмыста, мысалы, бір адамға бір міндеттеме жүктеледі. Сол үшін ол ақша алады, дұрыс па? Сіз оны ақша аласыз да, оның үлгермегені үшін просто ол сол ақшаны алып жүре береді. Ал сіз көктейінсіз отырасыз, сол экстраордты жұмыс жасап, таңнан кешке дейін, потом оны подругаңызға айтасыз, досыңызға айтасыз, олар үйтті, сөйтті деген сияқты. Достар, лох болмаймыз бұл өмірде, окей? Кәдімгідей айтыңыз, мен осыны жасап жатырмын, енді ары қарай бұл мен проблемам емес, басқа нәрсе қылып шешіңіздер, уақыт арнаңыздар, не үшін маған айтып тұрсыздар деген сияқты. Мен өзімнің жұмысын тура мен солай айтқан кезде, олар просто тып-тыныш болып қалды, менікі дұрыс по факту, и вот сол. Келесі нәрсе, жаңа көп кісілер комментарийда қалдырыпты. Мысалы, бастық болса не істеймін, осындай болса не істеймін. Достар, бүкіл нәрседе андай қатты шу шығарудың керек жоқ. Керісінше, формальды түрде айтып түсіндіріңіз. Менің тапсырмама осындай нәрсе кірді. Егер де осындай қаласаңыз, ақшасын маған төлесеңіз. Өйткені маған бұл ыңғайсыз бұл жұмыс істеу реально. Мен мына жұмыс үшін осынша алып отырмын, ал қосымша жұмыс үшін маған төленбесе, мен не үшін істеймін? Окей. Келесі нәрсе маған келіпті, мысалы, күйеуім болса не істеймін, жеке шекарам деген сияқты. Кез келген өмірдегі отношения бойынша негізі жеке шекарамыздың бұзылуының барлығының себебі бір адаммен бірінші таныстықтан уже бұзылып тұрады. Біз бір адаммен танысамыз, достасып кетеміз, қатты бір жақын болып кетеміз, нәрсемізді айтып, мен де мындай өзімізді жақсы жағынан кіміз келгені үшін біз жеке шекарамыздан айырылып жатамыз да. Бір жұмысқа енді барасың вакансиямен, өзіңді бүкіл жағынан күшті қылып көрсеткің келеді. Мен осындаймын, қолымнан осы келеді, мынау келеді. Артық көп сөйлейсіз. Артық көп сөйлегеніңізден кейін әрине осы заттар болады. Одан кейін отношения туралы да тоже сондай да. Мен қасыма бір жігіт келетін болса, мен көп байқадым олардан. Жеке шекаранан аттағысы келеді. Жоқ, окей, мен ондай емеспін. Басқалардікі болса, мен енді білмеймін қандай болатынын. Бірақ, если әлі де үйленбеген болсаңыздар, керісінше әрбір адаммен танысқан кезде, мейлі ол сіздің болашақ енеңіз, мейлі ол болашақ қайынсіңлілеріңіз тойдан кейін, сразу сізге беру керек адамдарға. Сіз ондай жеке шекарадан аттап кететін адам емессіз. Мысалы, мен өзім оңтүстіктікі болғаннан кейін қатты көріп жатамын, жаңағы келіндер барып бір үйдің посудасын жуып жатады деген сияқты. Білмеймін, ол кім қаншалықты қалай ойлайтынды, бірақ мен мүлде қарсымын. Достар, жеке шекарамыздан атта алмайықшы. Мен өйткені білемін, мысалы, менің үйімде жиын болатын болса, маған ешкім көмектеспейді, дұрыс па? Мен адамдарды жалдап аламды, керісінше соларға айтам. Ал мені біреу қонаққа шақырады, мен ол жақта жүгіріп жүреткен. Sorry, мен олай жасай алмаймын. Өйткені мен өзімді сыйлаймын, мен қонақ болып келдім, мен қонақ болып қайтамын. Партнер сіздің жеке шекараңызды сақтайтын болса, онда ол өзінің адамдарына, таныстарына сізді жегізіп қоймайды. Бір үйдің постосын жуып жүрмейсіз деген сияқты, мысалы, қонаққа барған кезде. Егер де, мысалы, үйдегі әйел адам қиналып, немесе баласы топырлап, қиналып, сізге қызмет етуге үлгермей, шаршап бір көресіз ғой жағдайын. Вот сол кезде негізі адамдық фактормен көмектесуге болады. Бірақ енді мен жақтан көмектесуге болмайды деп айта алмаймын. Бірақ сондай маған сұрақ келген бойынша. Соңғы нәрсені айтқым келеді. Жеке шекараны сақтамау бізде неге алып келеді жұмыста? Субординация деген нәрсе бұзылады. Мен осы көп жұмыстардан байқадым. Реально проекттерден қандай есіме мысалы алатын болсам, яғни 10 сыныпты бітіріп, мен бір проектке ағылшын тілінен сабақ беруге бардым. Кісі маған өте көп артық
сұрақтар қояды. Мен қайданмын, қай пәннен берем, осындай деген сияқты. Әдейі сұрайды, көріп тұр ағылшыннан беретінімді. Одан кейін ол сұрақтарға мен жауап беріп үндемей жүре бердім. Келесі не болды? Ол адам маған қыздың этикетін бұзды. Білмеймін, жақындағысы келді деген сияқты. Вот сондай. Сол себепті мен көп байқаймын, көп қыздардан естимін, мысалы, ер адамдармен жұмыс істейді, субординация бұзылады. Яғни жұмыстың нормасын, сөйлеудің этикасын бұзады. Мысалы, жақындайды, білмеймін, біртүрлі бір қылықтар көрсетеді. Ондай жеке шекара міне осы да бүкіл қыздарда бұл ситуация болған екен. Мен мысалы Астанада мысалы қыздармен көп кездесем, сол кезде айтады, так, осындай нәрсе болды. Кейін былай қарайтын болсақ, оказывается, біз жеке шекарамыздан адамды аттатқызғаннан кейін осы яғни соблюдать етпейді екенбіз субординацияны. Мысалы, туысқандарымыздың арасында, мысалы, кейбір қыздардан естимін, бір туысқандары оған тиіскен туралы. Неге? Өйткені қыз жеке шекарасын қорғамады. Мысалы, бір нәрсе деген кезде жоқ деп айта алмады. Неге жоқ деп айта алмады? Өйткені ол туысқан ғой, бұл ұят қой, не үшін бүйтіп айтам, не үшін бүйтем, немесе бір туысқан шақырады үйінде, ал оның үйінде балалары бар, ер балалар, ол оған басқаша қарайды, басқаша не қылады, ана қыз ештеңе айта алмайды, өйткені сыйлайды деген сияқты. Достар, бұндай нәрсеге ешқашан көз жұмып қарауға болмайды. Мына жақта көбісі қыздар көріп отырады ғой, балаларыңыз болатын болса, балаларыңызды туғаннан бастап үйретіңіздер. Мысалы, жаңағы шетелде баланы доктор сұрап, яғни киімін ашады. Мен сені емдегелі жатырмын, осындай намерениемен мен сенің киімін шешуім керек. Сен маған рұқсат бересің бе сені қарауға? Я рұқсат берем. Бұндай ситуациялар болмау үшін тағы не істей аламыз, жеке шекарамыз. Үнемі жеке шекарамыз қорғап жүреміз ба деген сұрақ келеді маған. Мен байқағандай қандай жақсы бір адамдармен жұмыс істей алдым. Ол адамдар білімді адамдар болды. Достар, үнемі қараңыздар, қай жерде жүрсеңіздер де, университетте жүрсеңіздер де, білімді жақсы көретін адамдармен көбірек араласыңыздар. Өйткені ол адамдар жеке шекарадан аттамауға тырысады. Мен көп байқадым. Мысалы, мен жұмыс істеген үлкен проекттердің барлығындағы жеке шекара жақсы сақталған, яғни проекттер, компаниялар, олардың басшыларының барлығы осы Қазақстанда да жақсы оқыған, шетелде де оқыған, көп жерлерде болған, ел көрген, жер көрген адамдар. Сол үшін білімді адамдармен жұмыс жасауға көбірек тырысыңыз. Осындай жаман ситуациялар орын алмайтындай. Әрине, ондай ситуацияда біз жаман көріп қаламыз, содан кейін ойлаймыз, мен жаман адаммын ба деген сияқты. Олай емес, достар. Сол үшін даже жеке шекараны үнемі сақтаймын деп жүре алмайсың. Сол себепті адамдарды дұрыстап таңдаңыз. Ол дұрыстап таңдау үшін өзіңізге де сондай бір құндылықтар болу керек, ол адамдармен сәйкес келетін. Мысалы, ағылшын тілін оқыңыздар, қытай тілін оқыңыздар деген сияқты. Достар, бұл екінші бөлім, осы туралы айтқым келді. Бұны көбірек қатты айтқым келеді, бірақ әрқайсысын үтір нүктесіне дейін айту енді қатты деп ойлаймын. Мен сіздерге главный нәрселерін көрсеттім. Сол себептен сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сіздер өздеріңіз комментарийда оқиғаларыңызды айта кетіңіздер, қандай нәрсе болды, қалай сіз жауап бере алдыңыз, қалай жеке шекараңыздан ешкімді аттатпадыңыз, соның барлығын мен күтетін боламын. Сіздермен болған Әсемай. Бүгінгі біз видеомызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.